спарринг күні сол спаррингке дайындық перчаткаларымызды сумкаға салып барып өзіміздің ойдағы жаттығуларды жасап сондай жоспардамыз. Үйіміз жаттығу залынан алыс емес, тез жүретін болсақ 10 минутта барамыз, жай асықпай жүретін болсақ 15 минутта барып қаламыз. Қазіргі спарринг партнер 11 жекпе-жек өткізіп, бәріне жеңіске жеткен, түріктің атын шығарып жүрген мықты боксшы, спортшы. Соған қазір рингте шығып, өзіміздің қазақ бокс стилін көрсетсек па деген ойдамыз. Today I'll show you good sparring, world class, Rocky Balboa style. Бетінде жазылып тұр ғой көңіл-күй. Keep being patient. Hey, Everyone come. when he's got his right hand up, jab his glove. Gotta move the head when you're in front of him. Just don't give him a target. Don't worry about the head. Don't worry about the head. Both of them amazing, bro. They both good. Hope one day you'll be on my card. Kill How Boxing, November 11th. Hope one day I get on my card. They both seasoned fighters, and man, it's awesome. Johnny Beck, man, my new favorite fighter right here, Johnny Beck. It's amazing. My brother, very good technical fighter, very good technique. Look out for Johnny Beck, good fighter. Партнер такой тоже, видно, опытный. Я не знаю, сколько у него. 11-0, да? Вон, пожалуйста. Я же говорю, глаз не подводит. Вот, это не бег, особенно когда... Что мне понравилось, когда уже начал уставать в последних раундах, вот добавил скорость, добавил комбинацию. Вот это очень хорошо, по-моему. А так, очень хорошо работает на дистанции. То есть сразу можно сказать, что в любительской школе получил хорошую форму работать на дистанции. Great fighter. You could learn just by watching. He's an amazing fighter. He got it all. He could box, he could fight inside, he could do whatever you want in there. He controls the ring in there when you get in there with him. Watch out for him. Gonna keep these on over there, double and back. Double and back? Yeah. With the same glove. Кәсіпқой боксқа ауысу негізі Рио Олимпиадасынан кейін ойда болып жүрген. Бірақ толығымен шешімге келмей, қалай болады екен, екінші рет Олимпиадаға барсақ қалай болады екен деген ойда болды. Солай уақыт өте келе өзі бір жағын ғана таңдау керек болды. Әуесқой бокс немесе кәсіпқой бокс. Кәсіпқой бокста 2 жекпе-жек өткіздім, Астанада және Алматыда. Good luck to both of you guys. Touch gloves. Like a guy that had plenty of, and down he goes again. And James Warren says that's Birinci raundın ikinci minutu 56 sekundun toxtatqan Polatlar Daqtaqayan. your winner by technical knockout, Johnny Beck, Colin Conway. Содан кейін бірінші ойда команда құру керек болды. Команда құрып,
Енді Америка барғаннан кейін ол жерде мен бір өзім ол анық нәрсе, бір өзім шыға алмайтынмын, ол мен де сездім, оны білем. Сондықтан да команда құру керек болды. Сол уақыттарда Берік ағам хабарласты, кездесіп, отырып, мән-жайды сұрасып, жалпы қалай болады, не болады дегендей ойымыз бір жерден шығып, Америкаға жоспар құра бастадық. Жәнібек екеуміз 2013 жылдан бері таныспыз. 2013 жылы Алматы қаласында әуесқой бокстан әлем біріншілігі өткен болатын. Сол әлем біріншілігіне Жәнібек Әлімханұлы қатысып, қарсыластарын қоғадай жапырып, жанкүйерлердің жүрегін жаулап, өзінің ерекше тактикасымен көзге түсіп, алтын медальді жеңіп алған болатын. Ол кезде мен журналист едім, Қазақстан ұлттық телеарнасына материал дайындап, Жәнібектен сұхбат алып, содан бастап екеуміз аға бауыр болып, дос болып, өте жақын араласып кеттік. Әлі күнге дейін бірге келе жатырмыз. 2016 жылы Рио Олимпиадасындағы сәтсіздіктен соң Жәнібек жатып қалмай, сынып кетпей, 2 ай өте сала қайтадан үлкен рингке оралып, Алматыда өткен кәсіпқой бокста өзінің өнерін көрсетіп, Милтон Нунис деген қарсыласын бірінші раундта құлатып, бұдан да үлкен жекпе-жектерге, бұдан да үлкен бәсекелерге, додаларға дайын екенін дәлелдеп, жанкүйерлерді тағы да бір қуантып тастаған еді. Жәнібек өте ерекше, өте талантты боксшы. Жәнібек алға да, артқа да істей алады. Бірінші нөмірлі болып та, екінші нөмірлі болып та жұдырықтаса алады. Қорғана да алады. Қорғаныстан кейін бірден тезірек шабуыл да ұйымдастыра алады. Мұндай боксшылар өте кем, оны ашығын айту керек. Себебі көп боксшылар болады, тек қана алға ғана жүріп бокстасады. Енді біреулер болады, тек қана соққыны жақсы көреді, ұруды, бірақ қорғанысқа көп назар аудармайды. Енді біреулер болады, тек қана аяқта қашып жүре беретін. Жоқ, Жәнібек бұлардың ешқайсысына ұқсамайды. Қазақ бокс стилі меңгерген, қазақ бокс стилі сол, барлығын қамтыған өзінің бойына. Ойымыз біріншіден тез етіп әлем чемпионы болу. Ол тез етіп әлем чемпионы болу үшін жақсы промоутер табу, жақсы менеджер табу, және де осы Америка келгеннен кейін условиясы жақсы жер табу, жақсы тренер табу, жақсы зал табу. Соның бәрін ойлап, 1-2 ай көлемінде уақыт өткізіп, бәрін толығымен ойластырып, Есентай молда ашық жаттығу өткізіп, осылай толығымен кәсіпқой боксқа ауысатынымызды елге жариялап, еліміздің журналистерін шақырып, сол жерде сұхбат беріп, ертесін күні Америкаға аттандық. Америкаға келдік, қонақ үй орналасып, Американы көріп, бірден ақырындап жаттығуды бастадық. Күн уақыт өткеннен кейін менеджермен кездестік. Менеджермен отырып, сөйлесіп, қандай промоторс компаниялар бар, солармен жолығайық, қандай мықты промоторлар бар, солармен көрісейік, сөйлесейік, олардың ұсынысын қарадық, өзіміздің ұсынысты айттық. Солай 1 ай уақыт өткізіп, топ-рангты таңдадық. Алматыда өткен әлем біріншілігінен соң-ақ Жәнібекке көптеген ұсыныстар түсті америкалық промоутерлерден, бірақ Жәнібек өзі Олимпиадаға қатысқысы келді. Бұл кезде жасы небәрі 20 жаста еді. Уақыт өте Жәнібек Алматыда бір кәсіпқой бокстан өнер көрсетті. Одан кейін Астанадағы кәсіпқой бокс кешінде өнер көрсетті. Сөйтіп тағы да бірнеше промоутерлердің құлағына жетті. Жәнібек кәсіпқой бокста өнер көрсетіп жатыр деген тағы да бірнеше ұсыныстар келді. Жәнібек екеуміз отырып қарадық, ақылдастық. Тіпті үлкен қаражат ұсынғандар да болды, бірақ олардың мақсаттары мен біздің мақсаттарымыз сай келмей, өкінішке қарай олармен жұмыс істесе алмадық. Біздің негізгі мақсатымыз ол тезірек әлем чемпионы болу.
Сөйтіп Жәнібек екеуміз бір күнде Америкаға аттандық та кеттік. Ол кезде өзіміз ойша менеджеріміз Егис Климас болады деп шешіп қойған едік. Бірақ әлі Егиспен келісімшарт жасасқан жоқ едік. Себебі алдымызда не күтіп тұрған білмейміз. Ол бізге қандай контракт ұсынады, қандай промоутерлермен жұмыс істейміз деген сияқты ұсыныстар білдіретін білмейміз. Бірақ Егисті таңдап отырған едік. Неге? Себебі Егистің өзінің чемпиондары бар. Ломаченко, Усик, Ковалев сияқты мықты боксерларды үлкен деңгейге жеткізген. Былай айтқан кезде үлкен доданың ішінде жүрген менеджер болған екен. Осы бізді тезірек чемпион болуымызға әрекет жасайды деп, сол Егисті ойша таңдап қойдық. Бірақ Егиспен шектеліп қалмай Америкаға келіп, бірнеше промоутерлермен, бірнеше менеджерлермен сөйлесіп қойдым, хабарласып, біз өзіміздің ұсынысымызды айттық. Сондай бір үлкен бір ақылдасудың, үлкен бір қараудың нәтижесінде Егисті менеджер қылып таңдадық. Топринг промоутерлік компаниясын, яғни Боб Арумды промоутеріміз, Бадди Макгертті жаттықтырушымыз етіп таңдадық. Топрингтің офисына барып, офистарындағы үлкен кісілермен танысып, Боб Аруммен танысып, Боб Арум өзінің бірінші промоутер компаниясын ашқаннан кейінгі бірінші чемпионын көрсетіп, солай өзіміз сырласып, әңгіме айтып, Топрингтің келісім шартын көрсетіп, соны қарап шығып, бәрін ойластырып, ойымыздағыны көріп, көзіміз жеткеннен кейін қол қойдық. Ол енді мен үшін, біздің команда үшін үлкен қуаныш болды, өйткені біз өзіміз бірінші қазақпыз Топрингке қол қойған. Сондықтан да өте қуанышты болдым. Kazakh Warrior, we have seen his some of his fights on YouTube, and we are very impressed, and we believe that he has the character and the ability to be one of the great fighters in the world. Бапкерлерді көп іздедік. YouTube'дан қарадық, Американың қандай бапкерлері бар екен, басқалармен де кездесіп көрдік. Солай уақыт өте келе Бадди Макгертті таңдадық. All the way. There we go. That's it. Beautiful. That's it. 1, 2. There you go. Beautiful. Good. That's it. Double. Very good. Move there. There we go. Okay, now. Okay, bro. Hit. And go. Okay. There we go. Very good. Now 1, 2. Beautiful. There we go. That's it. Okay. Come back here. Beautiful. There we go. Good shot. That was good. There we go. Very good. Double. That's it. Үлкен чемпиондар дайындаған, Артур Гаттиді дайындаған, кейіннен Майк Тайсонды дайындаған, өзі әлемнің 2 тұжырымы бойынша әлем чемпионы болған. Залда 2 сағат, 3 сағат, немесе 4 сағат уақыт бөліп жаттығулар істейміз. Ерекшеліктері спаррингте болсын, снаряд тұрғанда да болсын, 30 секунд демаласын. Өте қарапайым, қалжыңдасып әрдайым. Келгенде Жәнібек, Берік деп қарсы алып, қуанып, бәрі достық, дос ретінде қарап, үлкені болсын, кішісі болсын, оларда бауыр немесе братишка деп қарамайды. Бәрі дос ретінде, үлкені болсын, 60 жаста болсын, 50 жаста болсын, бәрі бір-бірімен дос ретінде араласып, қалжыңдасып жүреді. You see Big Manny from Encino? Yeah. Come on, put the camera on Big Manny, man. Big Manny right there. Big Manny from Encino. You know what? Gangster. Little more from Chatras. Little more from Chatras is here. Little more from Chatras. Daddy back. What's it called? Avante? Asante? What's it called? Azate. Azate, there you go. Бадди өзі ерекше бапкер. Бапкер емес, бір отбасымыздың бір үлкен бір ағамыз сияқты.
үнемі бізге хабарласып тұрады. Кеш болсын, күндіз болсын, қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма, дұрыс ұйықтадыңдар ма, дұрыс тамақтандыңдар ма деген сияқты бір өзінің қамқорлығын танытып жүреді, бапкерлігінен бөлек. Ал бапкерлігіне келетін болсақ, кей бапкерлер болады, бүкіл боксшыларын жинайды да бір залда бір уақытта жаттықтырады, ары қарай үйіне жібереді. Бади ондай емес. Мысалы, Жәнібекке күніге бөлек 2 сағат уақытын арнайды. Басқа да қосымша жаттығулардың барлығында қасында болып, қателескен жерлерін үйретіп, қисық жерлерін түзеп, үнемі көңіл бөліп отырады. Бадидің өзінің ерекшелігі, артықшылығы осыда деп ойлаймын. Тек қана сен маған келдің, жаттығуды жасадың, кеттің деп емес, жаттығудан бөлек уақытта да, жаттығу уақытында да дос сияқты әзілдесіп, біздің бір отбасымыздың бір мүшесі сияқты болып кетті. Қазіргі уақытта қарсыласымыз белгілі болды. Осында келіп, келісімшартқа отырғаннан кейін бірден менеджерімізге, промоутерімізге айтқан болатынбыз. Бізге әлсіз қарсыластар керек емес. Біз тезірек чемпион болуға тырысамыз. Сол орайда промоутеріміз, менеджеріміз бәріміз келсе келе 24-тің 16 жекпе-жегін ұтқан, 15 жекпе-жегін нокаутпен ұтқан жақсы қарсылас тауып берді. Ол менің осы алғашқы жекпе-жегімде өзімді көрсетуге үлкен мүмкіндік. Қазір бар ойымыз осы жақсы қарсыласқа дайындалып, қазақ бокс стилін осы америкалық жанкүйерлерге көрсету. 28 қыркүйек Калифорния штатының Окленд қаласында кәсіпқой бокс кеші. Әуесқой бокстан Азия чемпионы, Азия ойындарының жеңімпазы, әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы Америкадағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Қарсыласы 24 жекпе-жегінің 16-сын нокаутпен ұтқан колумбиялық боксшы Карлос Гальван. 28 қыркүйек Жәнібек Әлімханұлына жанкүйер бол. Америкадағы дебютында өте мықты қарсылас беріп отыр. Оған қуанып отырмыз. Екінші қарсыласымыз да белгілі, ол қараша айының 3-ші жұлдызында 13 қателеспесем 13 жекпе-жек өткізіп, соның біреуінде ғана жеңген, 12-сін жеңген, 8-ін нокаутпен ұтқан америкалық боксерді қарсыластық беріп отыр. Бұйыртса соны ұтып алсақ, ары қарай келесі жылы үлкен жекпе-жектерге Жәнібек өзі дайын болады. Бұрын мысалы әлсіз қарсыластармен шығып, бірінші, екінші раундта құлатып, өзіңе рекорд жинап, 15-0, 18-0 болып жинау сән еді, қазір ол сәннен қалып кетті. Қазір өзіңе сенімді болсаң, мықты болсаң, онда тезірек мықты қарсыластармен шығып, тезірек рейтингқа кіріп, тезірек чемпиондармен шығуға толығымен мүмкіндік бар. Біз осы жол таңдап отырмыз. Иә, бізде әлсіз қарсыластармен шығып, бірінші раундтағы алдын қолмен ұрып құлатуға мүмкіндігіміз толығымен бар, ол жасай аламыз. Бірақ ол бізге қызық емес, біздің мақсатымыз ол емес, мешоктарды рингте құлату емес, тезірек мықтылармен шығып, тезірек чемпиондық атаққа таласу. Ешқандай да дайын тамақ сатып алмай, бәрін өзіміз қолмен диетически қылдырып, өзімізге керек салмаққа қарап, бәрін салмақ түсіретін уақыттарда кішкене азырақ қылдырып, углеводты алып тастап дегенде сондайлар болады. Бәрін өз қолымызбен қарапайым қылдырып, өзімізге ұнайтындай қылдырып жасаймыз. Қазір салмақ ұстап жатқаннан кейін организмге өте кішкене азырақ углевод керек. Сондықтан да күрішті және тауық етін, обязательно жұмыртқа таңертең, өйткені таңғы ұйқыдан тұрғаннан кейін, таңғы жаттығудан кейін көбірек организмге белок береміз, және де фруктозадан. Боксшыға демалу өте маңызды. Демалғанда да қолайлы жерде демалу. Біздің демалысымыз кешкі жаттығудан кейін серуендеу, мына апартаменттің өзінде екі жағында, бас жағында және арт жағында стейк жасайтын жерлер бар, демалатын жерлер бар, шомылатын жерлер бар. Сол жерлерде өзіміздің бос уақытымызды демалыс қылдырып өткіземіз. Кешкі уақыттарда кешкі салқынмен серуендеп қайтамыз. Үйге келгеннен кейін кітап оқып, ағылшыншамызды дамытамыз. Бос уақытты өте керемет өткізіп жатырмыз. Уақытымыз босай салса, YouTube'тан ағылшынша видеолар көреміз, ағылшынша кинолар көреміз. Аптасына 5 күн 2 сағаттан ағылшын тілі курсына барып, ағылшынша үйреніп жатырмыз. Себебі бұл жерде ол өте маңызды. Неге десеңіздер, боксшы рингте бокстасудан бөлек, ол сөйлей алу керек, журналистерге сұхбат бере алу керек, қарсыласына бір сөз айту керек, немесе қарсыласы бір сөз айтатын болса, оған қарымта бір жауап беру керек. Бұл да қазір бокстың бір ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан да
Ағылшын тілі біз үшін қазір өте маңызды, қоймай ізденіп жатырмыз. Жәнібек қазір бұрынғыдай емес, ағылшын тілін кәдімгідей түсінеді. Бапкердің айтқандарын барлығын ұғады. Мен әдейі Бади келіп маған Жәнібекке бұлай түсіндір, бұлай істе деп айтшы деген кезде мен Бадиға айтам, Бади, рингте бізде переводчик болмайды, рингте Жәнібек екеуің ғана боласыңдар. Түсінбесе ымдап түсіндір, болмаса қолыңмен көрсет деп кейде аударудан бас тартам. Себебі жаттықтырушы мен боксшының бір-бірін түсінуі, ыммен түсінуі, көзбен, қабақпен түсінуі ол өте маңызды. Very good. Very good. He's ready for Friday. We go Friday, kick butt, then come back and rest for a couple of days, then right back. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to welcome you all to the official weigh-in, proudly presented to you by Hall of Fame boxing promoter Bob Arum's Top Rank Incorporated, being sponsored by Geico and streaming live on ESPN Plus. Colombia, this is Carlos Galvan weighing in. From Almaty, Kazakhstan, Janibek Ali Kanuli on the scale. We get that, Derek? 163.6. 163.6. 163.6 for the fighter out of Kazakhstan. Екі күн тамақ ішпегеннен кейін судың қадірі. Бойға дайындық. Қазір бойға шығамыз бұйырса. Барып аренаға барып, жақсылап разминка істеп боксымызды істейміз. One pad. But we should have a Fold the pad over everybody. Yeah, I know, but you guys So you shortened everything by 2 rounds? Yeah. They shortened that one down. Если тебя держит, ты можешь другой рукой боксировать. Но если ты его держишь, ты не можешь другой рукой боксировать. Елім, жерім. Америкада дебют жасап болдым. Жақсы болды, бәрі ойдағыдай. Алғашқы жекпе-жек болғаннан кейін Америкадағы толығымен істеп шыққым келді, өйткені
бойларға, жекпе-жектерге көп бұл шықпай қалды. Толығымен өнерімді көрсетіп, өзімді сынап, аяқта жұмыс істеп, алдыға жұмыс істеп, өзімді толығымен өзімнің стилімді шындап көрейін дедім. Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай өтті, сәтті өтті. Енді келесі жекпе-жектерге жақсылап дайындалып, өз өнерімізді көрсетеміз. 60-54, all in favor of the winner by way of unanimous decision. Johnny Tuga, Johnny Man. Негізі 6 раунд емес, 8 раунд бокстасу керек еді, бірақ раздевалкаға келіп 8 емес 6 раунд бокстасасыңдар деп айтты. Біз таң қалдық, негізі 8 раундқа дайын болған едік. Бірақ бұл жекпе-жек Жәнібекке өте керемет болды. Аллаға шүкір ешқандай жарақат алған жоқ. Бұл өте ең маңыздысы, себебі бір айдан кейін бізді тағы да бір жекпе-жек күтіп тұр. Өзіне тіпті удар да алған жоқ. Өте ақылды бокстасты, аяқта жақсы қимылдады, дұрыс қорғана алды, шабуыл жасай алды. Бұл айтқан кезде бір жыл бойы бокстаспап еді, рингті толық сезініп, аурасына кіріп, сағынышын басып, былайша айтқан кезде тамаша өнер көрсетті. Бұл тек қана менің сөзім емес, боксты көрген біраз адамдардың пікірі осылай болды. Жекпе-жектің барлығы бітті. Бәрі ойдағыдай өтіп, үйге келіп, демалыс алып, қазір демалыс уақыты болып жатыр. Демалыс уақытысында ет жеп, күш жинап, келесі жекпе-жектерге организмді дайындап, демалыстан өтіп жақсылап демаламыз. Кешке Беке екеуміз PlayStation тартсақ па деп отырмыз, реванш жасап. Міне достар, барлығын монтаждап, видеоға түсіріп, жекпе-жекті өткізіп, Жәнібек екеуміз ет жейін деп жатырмыз. Бүгін тағы да повар Жәнібек. Келесі жекпе-жектің видеосын күтіңіздер, бізбен болыңыздар. Жанкүйерлік еткендеріңізге көп рахмет. Жанкүйерліктеріңізді сезіндік. Өте қуаныштымыз. Аман болыңыздар.